Барлығына сәлем. Әлемде әртүрлі жағдайда өмір сүрген балалар бар. Олардың біреуі иттермен бірге өмір сүрсе, ал кейбіреулері маймылдармен бірге ұлғайған. Бүгінгі видеода дәл осындай жануарлармен бірге өмір сүрген балаларды көрсететін боламыз. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Джон Себония. Джонның әкесі анасын өлтіреді, және Джон үйден қашып кетеді. Және ормандарда маймылдармен бірге өмір сүре бастайды. 3 жыл маймылдармен бірге өмір сүрген Джон 1988 жылы бір күні ауыл адамы оны байқап қалады, және оған жақындайды. Алайда Джон өте қатты жылдамдықпен ағашқа шығып кетеді. Кейіннен арнайы топпен Джонды қолға алады. Оксана Малая. Оксананың анасы рухи ауру, әкесі болса бомж еді. Бір күні кішкентай Оксана иттер өмір сүретін жерге барып қалады, және иттермен бірге өмір сүре бастайды. Оксана 5 жыл бойы иттермен бірге тамақ қалдықтарын жеп өмір сүрген. Оның жүріп тұруы, әрекеті және дауыстары иттердікіне ұқсайтын еді. 7 жасқа толғанда оны адамдар тауып алады. Және арнайы тәрбие арқасында Оксана жүруді, қолмен тамақ ішуді, адам сияқты әрекет жасауды үйренеді. Суджит Кумар, тауық адам. Суджит 8 жыл тауықтармен өмір сүрген. Суджиттің анасы психологиялық ауру себепті өзіне қол салған. Әкесі болса ауруға шалдығып өмірден өтеді. Үлкен жастағы әжесі Суджитке қарай алмайды. Сол себепті Суджит 8 жасқа дейін тауықтармен бірге өмір сүрген. Ауылдың шетінде тұрғандықтан бір газетасы жолын жоғалтып алады, және Суджитті көріп қалады. Және Суджитті психологиялық ауруханаға алып барады. Суджит жатқан жерінде дәретін шығаратын және отырып ұйықтайтын, тіпті өз нәжісімен ойнайтын еді. Ол сөйлей алмайды, тіпті сөзге түсінбейді. Сол себепті оны кей кездері байлап қоятын еді. 2002 жылы Элизабет Клинтон оны асырап алады. Типпа Дегре. Табиғат фотографы болған ата-ананың баласы Дегре жануарлармен бірге өсуде. Ол 10 жасқа дейін Африка табиғатында өмір сүрді. Бұл кішкентай қыздың достары жабайы жануарлар, және олармен бірге ойнайтын еді. Дегренің ата-анасы бұны бейнеге алды, және оны интернетте бөлісті. Достар, видео осымен соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушы түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.